Сәлем қыздар, бүгін мерекелік дастарханға арналған пельмен бауырсақ пісіреміз. Ең бірінші таза ыдысқа ұнды електен өткізіп аламыз. Барлығын граммдары описаниеде жазылған. Барлығын қарап шығыңыздар. Ұнды електен жақсылап өткізіп болғаннан кейін үстіне кішкене шым-шым тұз себесіздер де 2 ас қасық май құйып, үстіне қайнаған су құя отырып, жақсылап қамыр елейтін боласыздар. Міне осындай видеодағындай қамыр шығады. Қамырды жақсылап елеп, бір ыдысқа салып бетін жауып қоясыздар 20 минутқа. Сосын 4 штук картошканы ашып, қайнатасыздар. Қайнатып болғаннан кейін оттан түскен картошканы жақсылап езгішпен езетін боласыздар. Езген кезде обязательно тұз, қара бұрыш салуды ұмытпаңыздар. Енді қамырды алып, жақсылап екіге бөлесіздер де, бір-бір илеп, біреуін жауып қоясыздар да, екіншісін жақсылап оқтаулап шығатын боласыздар. Жақсы өзіңізге ұнаған жұқа қамыр шыққан кезде өзіңіз қалаған формада кесіп, барлығын кесіп болғаннан кейін үстіне жаңағы дайындаған пюрені саламыз да, пельменді жақсылап түзетін боламыз. Қызған майға үстіне өзіңіз ыдысыңызға сыйғанша пельменді салып, жақсылап қызарғанша қуырасыздар. Керемет, қытырлақ әрі жұп-жұмсақ пельмен дайын. Міне пельмен бауырсақтар дайын болды. Сіздің мерекелік дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Лайк басуды, подписка жасауды ұмытпаңыздар.